Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Заман студенттер театрының негізін қалаушы, жаңадан құрылған қайырымды қала Алматы қалалық жастар ұйымының төрағасы Дидар Құрман Қайратұлы. Айта кетелік, Дидар Құрман Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі. Подкастыма қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздерге де сәттілік подкастымызға. Сұхбатты бірден сұрақтан бастайық. Жалпы Заман театрын ашу жайлы ой қайдан келді? Идея қайдан туды? Жалпы Заман жайлы біздің ой енді студент кезде 4-ші курста өзім белсенділік жұмыста барлығында жүрген болатын. Сол кезде маған бір звонок түсті. Проект жасап жүргем. Сол кезде осындай дәке бізге қойылым қою керек еді деп 3-ші курстың студенттері келді. Одан кейін қандай қойылым деген кезде тақырып бойынша сөйлессек бола ма деп Еламан және Әлшер деген жігітпен барып кездестім. Сценарийлер ұнады. Одан кейін андай талпыныстар күшті болып тұрды. Содан кейін айттым, давайте қойылым емес, бірінші театр ашайық. Одан кейін театрда осы қойылымды үлкен деңгейге шығарайық. Сендер осы қойылымды маған тағы да пісіріп, жақсылап, жазып, қосып сөйтіп алып келіңдер дедім. Сонымен ойда жоқта театрымызды бастап кеттік. Топқа адамдар қосып бастадық. Біздің филфакта енді актер мен актрисалар түскісі келетіндер көп қой. Соларды қостық құрамымызға. Неліктен театрдың аты Заман деп аталды? Басқа да атаулар ой болды ма қоюға деген? Болды. Ең басында енді Шам деген атау келді біздің есімізге. Қазір Шам театры бар, бірақ одан кейін Шырақ деген атау келді менде. Ойланып оттық. Біздікі ғой, біздің заман ғой деген әңгіме құлаққа шал сесілді. Одан кейін давайте Заман деп қояйық. Өйткені бұл заман біздікі ғой, жастардың заманы. Сондықтан Заман деп қойған. Одан кейін Заман деп қойылған 3 тілде де қойсақ, орысша, қазақша, ол бүкіл неде аударылмайды. Заман болып қалады, әріптер өзгермейді. Сондықтан Заман деп қойғанбыз. Ал енді театрдың құрамына тоқталып кетіңіз. Арнайы кастинг жарияладыңыз ба? Бізде енді алғашқысында кастинг жарияланған жоқ, бағана айтып өткендей. Менде өзіміздің белсенділер бар, одан кейін өзіміздің факультеттің таныстары бар, солармен театрға қызығатын адамдарды қостық чатқа. Сонымен 20-25 адаммен басталды, бірақ соның өзінде бізден инстаграмнан ашып бастаған кезде Қазақ қыздар университеті Джемпудан бір қыз жазды, сол қыз қосылды, және де ол қыздың таланты өте мықты болды да, басты рөлде ойнады ол қыз. Сонымен біріншісінде кастинг болған жоқ, және де екіншісінде бір қойылымды қойғаннан кейін 3 айлық жазғы каникулдан кейін сентябрьде қайттан жұмысты бастайық деп балаларды қозғадым. Сонымен өзімнің жұмысым бар. Одан кейін Заманға, театрға давайте кастинг жасайық деп екінші қойылымға дайындықты бастап дальше кастинг жасады. Кастингке бізде почти 80-90 адам бізге ұсыныстар, заявлениелер келді. Соның ішінен 60-70 кәдімгідей шынайы офлайн кастингке келіп, соның 30-ын алып қалдық. Ол жерде бүкіл университеттерден, Алматы қаласы бойынша жастар қамтылды. Колледждерден келді, АГУ-ден көп келді, Джемпудан келді, ЭЗУ-дан келді, Қаскелеңнен, алыстан. Сол секілді сондай, бірақ басым көпшілігі біздің Қазақ ұлттық университетінің студенттері. Енді білуімше алғашқы қойылым тұсаукесер жалпы 2022 жылдың 10 мамырында 9 мамыр жеңіс күніне арналып қойылған болатын. Сол кезде алғаш ашылу салтанаты өтті. Сол сәтке оралсаңыз, ішкі сезіміңіз қалай? Бұл ашылу салтанатына сізді қолдап кімдер келді? Рахмет. Енді өзімді соңғы сұрағыңыздан бастап қойын. Қолдап келген біздің Самал ағайымыз бар. Менің сабақ берген 4 жыл әдебиеттен, одан кейін Гүлшат апай бар, және де біздің студенттердің оқытушылары Джемпудан, АГУ-ден келген оқытушылар да келді. Жалпы енді достарым, бауырларым, осы активисткада жүрген, сол кезде 4-ші курста таныстардың барлығы залда лық толтырды. Өзім де ойлаған жоқпын, 250 адамдық зал бірден толып қалды. Сыртта кәдімгі кезекпен тұратындай аншлаг болды. Ал енді менің сезімім ол кезде енді Мұхтар Шахановты шақырған болатынбыз. Соның желісі бойынша қойылған болатын біздің қойылым. Соның шығармаларынан алып Мұхтар Шаханов келетін болды, бірақ сол кезде бір қызықты нәрсе, журналистика факультетте тура қабаттасып, біздің қойылым сағат 7-те болатын болды. Журналистика факультетінде сағат 4-те бір
сұхбат алатын болыпты Мұхтар Шағановпен. Сөйтіп Мұхтар Шағанов журналистика факультетіне барды, и біз күтіп жүрміз. Мен бір баланы соған тапсырып қойғам, и одан кейін біздің қойылымға келіп ауырып, сонымен қойылымның басында қайттан кетті. Бірақ Мұхтар Шағанов сол кезде болам деп батасын беріп, осы Заман театрына ең үлкен батасын берген сол Мұхтар Шағанов. Ал менің сезімім ол кездегі, өзім жалпы театрда ойнамаймын, бірақ постановкасын қоямын өзім, қойылым желісіне, сценарий жағынан көмектесемін, одан актерлардың актерлік мастерстволарына көмектесемін. Сол кезде енді мен шымылдықтың артында тұрып, барлығын төбеден көріп тұрмын, одан жарықтың түсуіне, звуктың шығуына, барлығын сырттан көріп тұрған кезде өте қиын. Мен ана жерде басты рөлде ойнаған адамнан қатты қиналдым. Бір орында тұрып, өйткені қателіктерді сырттай көріп, және өзіңнің қателігіңді өзің көріп отқан кезде кәдімгідей басқаша сезім болады екен. Бірақ сол қателіктен бөлек, сол қойылым біткеннен кейін бірден қошемет алған кезде кәдімгі көзден жас шығатындай дүние болды. Өйткені ондай спектакльді, қойылымды шынымен де Жүргеновті бітірген адамдарда көбісі қою өте қиын болатын, нақты мойындаған болатын. Өйткені Жүргеновтың 2-3 студенті келген болатын. Бұл жерде сен қойылымнан бөлек сол неге атмосфераны беру және де сезімді жеткізу. Ең соңында кәдімгі залдың жартысынан көбі көзінен жас шығып жылады сол қойылымда. Біздің не драма бағытында болғандықтан, драма жанрында болғандықтан міндетті түрде жылатуға әсер ету керекпіз. Сол болды. Мен осы қойылымдарды көріп шықтым Казму Сұңқар парақшасынан. Енді көрермен ретінде әсерімді айта кететін болсам, өте әсерлі қойылды. Актер, актрисалар кәсіби мамандардан кем түспеген, яғни өте шынайы ойнаған. Бірінші қойылым, яғни махаббат жібін үзген майдан деп аталады. Ал екіншісі бұл үшінші аудитория деп аталады. Бұл қойылымдар кім таңдады, және сценарист бар ма сіздерде? Неліктен осы тақырыптар, бұл қойылымдардың түпкі мақсаты қандай, көрерменге не бергісі келді? Махаббат жібін үзген майдан деген бірінші сценарий жазылып, одан кейін аты сол афиша шығатын кезде қойылды. Қандай ат қоямыз деп ойланып отыр. Рамазан деген жігіт, давайте махаббат жібін үзген майдан деп айтты. Көп варианттар болды, сонымен осы вариантты қабылдадық. Ал енді бізде сценарий мен автор ретінде Әлшер және Еламан деген жігіт, сол екі жігіт жазған болатын. Қазіргі таңда филология факультетінде 4-ші курс оқиды. Сол жігіттердің енді маған ұсынысымен сол жігіттер ары қарай соп пісіріп, осы махаббат жібін үзген майданды алып шыққан болатын. Жалпы алған кезде мен ол жерде шынымен негізін қалаушы директормын, ал ішкі структурада, ішкі жұмыс жасайтын кезде мен ғана жұмыс жасамаймын, ол жерде көп адам жұмыс жасайды. Мен жай ғана сол жерде басқарушы, поддержка беруші, қиындық туған кезде соны шешіп беру форматына жұмыс жасадым. Ал енді сценарий жағынан Әлшер мен Еламан жазды. Кастинг ретінде, бояу ретінде қыздар, мысалы макияж, анау одан кейін постановкасына полный өзіміз қарап, одан арғы дальше қарастырып шықтық. Жалпы сол. Ал енді үшінші махаббат жібін үзген майдан енді бізде дереу ашқаннан кейін бірден тақырыпқа сай не қоямыз дедік. 9 мамыр келе жатыр дедік. И осы давайте соғыс жайында болсын дедік та. И осыны қойдық. Және де өтті деген ойдамыз. Ғайша деген қыздың желісінде өткен. Ол қыздардың біразының басынан өтетін жағдай. Ал енді үшінші аудиторияда солған жанр ұқсайды, бірақ мүлдем бөлек студенттердің басынан өтетін кішігірім қызықтар, және де бізде енді өзіміз көзбен көріп жүрген кейбір кезде андай тәкаппарлық дүние белең алады көп студенттерде. Қаланың студенті мен ауылдың студенті, жетім студент пен тағы да бай студент деген секілді түрлі топқа бөлінетін кездер болады. Сол кезде қыздардың арасындағы кейбір жайттарды келтіріп, және де жас оқытушының былайша айтқан кезде магистратураны жаңа бітірген, өзінен 3 жас кіші студентке ғашық болған жігіттің жағдайын келтірді. Және де енді арақтың мәселесі бұл жерде талқыланды, отбасы мәселесі талқыланды. Барлығын енді анық көрсеттік деп айта алмасақ та, шет жағасын көрсетіп, көп отбасыда ол дүниелер болатыны анық. Өзімізде былай кішігірім көзбен де көреміз ол нәрсені, өмірімізде де кездесіп жатады, басқа бір достарымыздың отбасында болсын, сол жайттарды осы сахнада әрлеп көрдік.
яғни заман бұл студенттер театры. Енді қойылымдарға реквизиттер керек, сонымен қатар қойылымды қоятын жер керек, оның барлығы шығын. Сіздер өздеріңіздің шығындарыңызды қалай жабасыздар? Жалпы сіздерде демеуші бар ма? Бізде демеуші өзіміз. Ең бірінші махаббат жібін үзген майданда 10 мамыр күні болатын нені біз кәдімгі Әлшер, мен, Еламан үшеуміз өзіміздің қалтамыздан шығарып смартфонды алдық. Ол жерде залдың өзі 100 мыңның үстінде шықты. Киім бар, киімді прокатқа алдық. Одан кейін киім табу өте қиын болды, қымбат болды да. Одан кейін 9 май күні неге шығады ғой? Парадқа шыққан кезде сол жердегі бір аталардан нелерден сұрап ақшасымен жартысын сөйтіп алдық, автоматтарды барып базардан сатып алдық, әйтеуір бүйтіп. Сонымен бізде не болды? Басты нәрсе біз өзіміздің арманымыз орындау болды. Ол қанша тұрса да маңызды емес. Қарызға да кірдік сол кезде, енді студент болғандықтан қалтаға ұрады ғой ондай ақша. Бірақ ол дүниені біз жасай алдық. Қалай жасасақ та ол маңызды емес. Главное біз жасауға тырыстық және жасап бітірдік. Кейін енді ол ақшаның берекесін берді. Әйтеуір білінген жоқ, біздің қарызымыз сол кезде жабылып кетті. Сонымен бірінші көрермендердің жүрегіне жол аштық. Ол кезде билеттерде тегін болды, кіру тегін болды. Сонымен өзімізді басқалардың алдында мойындату ғой, енді былайша енді студенттер қазулықтардың бірінші жүрегінде болатын нәрсе. Соны жасай алдық деген ойдамыз. Одан кейін мұнда жақында болған жер, жақында осы 3-ші аудиторияда біз билетпен қойдық. 1000 теңгеден болды, шатаспасам. Ол кезде енді өзін ақтады. Енді жетпеген мәселелер, реквизит анауына бәрібір жетпейді ғой. Оны да өзіміз енді сырттай қалтамыздан шығардық. Кішігірім енді қалғандары былай не болған жоқ. Бірақ демеуші өзіміз, біз демеуші іздедік, бірақ қатты былай сенбейді енді студенттерге. Енді театрды кім көреді дейсің, мысалы Мүсіревтің өзінде кейбір қойылымдағы 200 адам болмай қалып жатады ғой. Ал енді біз студент топ алдарына барып тұрып, не білім жоқ, ол жағынан сәл сенімсіздік аламыз. Енді мен өзім жастар саясатына өткен кезде былайша қолдауды мен достарымнан көрдім. Әр ауданнан болсын, университеттерден болсын, кәдімгі активистермен, несімен қолдап, бірінші осы сіздің қойылымыңызды көрейік деп, өйткені біріншіне YouTube-ға шыққаннан кейін біразын өткен ойын, екіншісінде бірден өтті. Одан кейін қызық жағдай, бізде 200 билет сатылымға шығардық, 100-і өтті, 100-і 3 күн қалған кезде 100-і қақып кетті. Үйтіп реклама жасап 50-і қалды ма, 60-і қалды сөйтіп. Соңғы күні мен ұрсып жатырмын балаларға, жиналыс жасаймын, дұрыс маркетинг жасамаңыздар, ход таппағансыңдар, видеоларын дұрыс болмаған деп. Тағы да алдым да өзім видеоны, өзіміздің чаттар бар, соларға жібердім. 1 сағаттың ішінде 40 билет өтіп кетті. Одан кейін ертесіне түнге 10 билет өтіп кетті. Сонымен ертесіне билет жетпей, плюс тағы да 20 билет қостық. Одан кейін қалған жетпегендер аяқ жағында тегін кіріп, сонымен залды толтырдық. Бізде қатты қорқыныш екіншісінде болды. Екінші қойылымда біз зал толтыра алмаймыз деп ойладық. Өйткені билет жай өтті да басында, кәдімгідей қорықтық. Сол, бірақ Алла берекесін береді екен, ниетке қарай. Көрермендердің көп болуы бұл сол сәтте осындай театрға мұқтаждық, сондай бір студенттердің өнеріне деген сусындау деп білем өз басым. Келесі сұрағымды қоя кетсем, яғни осы заман театрымен бірге сіздер мектептерде де қойылым қойған екенсіздер. Осы жайында айтып кетсеңіз. Мектепте қойылым қойғанда бізде Самға деген театр аштық. Осы заман театрының қолдауымен 20-ші мектепте Іле ауданында Мейірхан деген ағайымыз, сол ағай сол жердің тәрбиесі бойынша орынбасар, директор орынбасары, сол маған байланысқа шығып, осындай сіздерде студенттер театры бар екен, енді біз оқушылар театрын ашсақ, сіздердің өзіңіздің жоспарларыңызды берсеңіздер, тағы да осы қандай бағыттар бойынша жасауға болады деп, сол бойынша кеңес алып, қолдап Самға театрын бірден ашып еді. Қазір таңда 3 қойылымға, 4 қойылымға қойылды сол мектепте. Біз сценарий береміз, одан кейін актерстводан көмектесеміз, онлайн болса онлайн, келетін болса келіп, өзім де 1-2 рет барып сол мектепте сол театрдың балаларымен кездесіп, мастер-класстар өтіп кеттім. Бұлай қатты бір анау айтқан жаңалық болып естілмесе де, біз үшін үлкен бір дүние болды. Өйткені біз
қаланың ортасында өзіміз тұрсақ та қаланың бір шетінен келіп бізді танып келген өте қуанышты жағдай болды. Сол осы енді алдағы уақытта енді осы жастар театры бойынша мен өзім қатты көңіл бөле алмай жүрмін, бірақ көңіл бөлсем біраз ұсыныстар менде бар. Өйткені колледждерден бар, 2-3 колледждерден ұсыныс келген. Колледж студенттерін осындай бір рухани дүниелерге қызықтырсаңыздар, бізге сол рухани жағынан сусындау керек. Қазір таңда енді болмайтын, мысалы хип-хоп, не сондай бағытта көп жанрға көп адам тартылады да, бірақ оның біздің мәдениетімізге, одан кейін біздің ұлттық кодымызға және де болашағымызға беретіні сәл аздау, тәрбиелік маңызды жағынан. Енді өнер жағынан оны қолдаймын әрине, бірақ тәрбиелік маңыздан ұлттық болмысымыз жағынан сәл төмен деп бара жатқанымыз бар. Сол мәдениет жағынан енді колледждерде ол әр студенттердің театры, университеттерде студенттер театры болса, негізінде бұл бәрібір театр деген ол ұлттың болмысы. Өйткені ұлттағы жағдайды көрсететін бір кітап, білімнің шырағы дейтін болсақ, ал руханияттың болмысы ол театр. Ал енді сұхбат басында айтып өткенімдей, жаңадан Қайырымды қала ұйымы құрылды. Яғни бұл ұйым қандай ұйым, басты мақсаты қандай, неліктен Қайырымды қала деп аталады? Негізі бұл жастар ұйымында, негізі мен де бармын, толығырақ өзіңізден естісек деп отырмын. Алыстан алып келетін болсам, менің арманым бұрыннан енді төраға болу, төрағалық қызметтерді 3 жыл болды. Енді факультеттен бастап төрағалық етіп жатыр, осы жастар ұйымдарында, одан кейін университет деңгейде болдық, қалалық деңгейде болдық, жетекшілік етіп жатырмыз. Ал енді мен жеке ұйым болу менің бір мақсаттарымның бірі болатын, және де осы жақында орындалды, ол заңды түрде. Қайырымды қала қоғамдық қоры толық атауы. Қайырымды қала енді бізде қайырымды қала деп не үшін аталды десе, барлығы бірден қайырымдылық жайлы есіне түседі. Бірақ мүлдем әлі біз қайырымдылыққа байланысты ешқандай акцияда, ешқандай жобада өткізген жоқпыз. Ол қайырымды деген кезде қайырымдылықты бірден еске түсу емес, қайырымды десе бір адамның түрі еске түсуі мүмкін, қайырымды десе бір қаланың атауы еске түсуі мүмкін, қайырымды десе ол жақсылық, тәрбие, бүкіл нәрсе кіреді. Ал енді сол қала деген атау ол Алматы қаласы, қайырымды қала. Әл-Фарабидің Қайырымды қала трактаты бар, сол негізден алынған. Қайырымды қала тұрғындары деген бар ғой. Ал енді біз қайырымды қала, бұл Алматы қайырымды қала кіреді, және соның тұрғындары осы қайырымды, тәрбиелі, тағы да бүкіл жақсы дүниені бар осы іште болып алынсын. Ал енді осыған келген студенттер болсын, жастар болсын, мүшесінде тек қана рухани бағытта, одан кейін шынайы даму, одан кейін ұлтқа қызмет ету, осы бағыттан жұмыс жасау болсын деген негізде болды. Сол, ал енді ішкі структурада әлі енді жаңа бастама болғандықтан бұл қиын. Егер бір колледжде, университетте бір бастау болатын болса, бұл маған оңай болатын, ал бұл қалалық деңгейде болғандықтан сәл жұмыстары басқаша болады. Сол. Және осы Қайырымды қаланың қазіргі таңда өзінің кішігірім жобалары бар екен. Жас шебер деп аталады. Осыларға тоқталып өтсеңіз. Жалпы енді жылда неше түрлі жобалар ұйымдастырамыз. Мен енді жеке жобалардың бірі ретінде осы Қайырымды қаланы алуға болады, жас шеберді алуға болады. Мен жас гала деген проект өткізгем осыған дейін. Одан жастар ресурсы орталығында да талай заман бар, не бар. Өзімнің жеке проекттерін болатын болсам, 10-ға жуық проектім бар. Соның ішінде осы Қайырымды қала кіреді, және Қайырымды қаланың ішіне кіретін ол жас шебер, қолөнер мамандықтарын қолдау курстары, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Енді қазіргі таңда енді президентіміз де осы қолөнер мамандықтарын, қолөнершілерді қолдап жатыр ғой. Қолөнер бұл ежелден келе жатқан үлкен жобалардың бірі, үлкен болмыс. Одан кейін шебердің қолы алтын дейді ғой. Жалпы қазақта кез келген дүние осы қолөнермен байланысады. Киіз үй болсын, ер тұрман болсын, ат әбзелдері болсын, бұрында қыш құмыралар, қазіргі таңда ол брендке ауысып жатыр. Қазір енді керемет ер тұрман сататын болсаң, үлкен бағада, суммада, миллион жарым суммасында ер тұрмандар. Ал қыш құмыралар қазіргі таңда өзіңіз білесіз, антика, дала крафтс, делалай деген секілді бұлар да қолөнерге негізделеді, және де жастардың көбісі осы бағытта жұмыс жасап бизнес ашқысы келеді, және де парасымен жұп болып сол жаққа барып қыдырады. Кәдімгідей ол туристік деңгейде үлкен пайдасын негізеді. Және де Былғарыдан алатын болсақ,
Шоқан Уалихан, былғары тағы да Мұхажан, ол да қолөнерге жатады. Оның барлығы енді біз мемлекеттік деңгейде осына туристік бағытта пайдаланып, енді бұл жылдың соңына қарай үлкен жобалар бар бұған байланысты. Шетелдіктерге болсын, қазақстандықтарға болсын осы брендтерді таныту және де өзіміздің жеке брендтер тағы да шығаратын жастарға көмек қолын созу және үлкен бизнесмендермен, үлкен кәсіпкерлермен осы жас кәсіпкерлердің арасында үлкен алтын көпірді байланыстыру, орнату. Қазіргі таңда енді мынандай ғой, жас кәсіпкерлер бірден сынып қалады, өйткені олардың қолдаушылары жоқ, мотивация алатын ортасы жоқ, және қалай екенін білмейді, қалай бастарына білмейді, қалай болса солай шала бастайды, және сонымен бачит болып жатады жұмыстары. Ал біздікінде сәл сол ортаны кішкене қалыптастырып көмектесу ғой жоғары деңгейге. Сізге тағы бір сұрақ. Енді сіз жаңаша жобалар ұйымдастырасыз, жастармен жұмыс жасайсыз. Енді жұмыстан бөлек қандай қызығушылықтарыңыз бар? Немен айналысқанды ұнатасыз? Хоббиіңіз қандай? Жеке мәселе келгеніне қуаныштымын. Жалпы енді менің хоббиім менің жұмысым ғой. Мен өзім филфакта оқып, мамандығым бойынша әдебиетті оқығанымен, мен өзімнің хоббиімді өзім жұмысым айналдырып алғам да. Өйткені егер де сен күнделікті қызығатын дүниеңді жұмысқа айналдырсаң, сен ол жақтан үлкен пайда табасың, және де үлкен өзіңнің уақытыңды құрдан құр кетіп жатыр деп есептемейсің. Өйткені сен қызығушылық дүниең саған пайда әкеліп жатыр да. Ал енді мен бұған дейін енді кәсіптермен айналысқам. Кәсіп болғанда кішігірім фотоға қызығам, өзім фотограф ретінде. Өзім негізі профессионалды фотографпын, профессионалды видеографпын. Осы бойынша андасында кәдімгідей заказға болсын, былай болсын фотоға түсіргенді ұнатамын. Және де осыған дейін де мен өзім шқалада өзім фото салондарында ашқам, сол бизнесте жүргем. И бірден ауысатын кезде осы белсенділік өмірге, қайттан мәдениет қоғамдық жұмыстарға келем, қайттан фотоға ауысам, әйтеуір бүйтіп демалыс кезінде фото жақта жүру мүмкін. Бірақ негізгі бағытым осы екі хоббиді мен екеуінен де мен пайда таба аламын. Өйткені мен екеуіне қызығам және екеуінде өзім жұмысыма айналдырғам. Ал енді филолог ретінде мен әлі ешқандай қызмет жасамадым. Студент кезінде жасап тұрдым, екінші курсынан бастап мен енді 25 хай скул бар, білімді болашақ бар, сол жақтарда сабақ беріп, ұстаздық еткем екінші курсынан бастап. 11 жастар дайындап, біраз оқушыларымды қазір таңда қазу, агу де сол жақта оқып жатыр. Сондықтан маған андай мұғалім болу, 4-ші курс бітіргеннен кейін мен қатарластарым мұғалім болуға барып асығып тест тапсырмай жатса, ал мен болсам ол 2 жыл бұрын көріп, және де мен 2 мектептен шақырту алдым. Одан кейін частный мектеп 20 скулдан да тағы да шақырту алдым. Бірақ маған қызық емес болды, өйткені қоғамдық жұмысқа өту, енді мен арманым кішкентай кезімде бұрында анкетаға жазатын еді ғой, арманым несі депутат болу деп. Сол арманды орындау балалық шақтағы. Мен өзімнің арманым үшін мақсатымды құрбан ете аламын да. Заман театрының ашылғанына биыл 1 жыл толайын деп жатыр екен, бұйырса. Қандай жаңалықтар бар? Енді осы подкастында эксклюзив болсын. Қойылымдар қоясыздар ма, әлде кастинг жариялайсыздар ма? Қандай жаңалықтар? Бізде жаңалық, жалпы мен енді негізін қалаушы генеральный директор ретінде тіркелем, бірақ ол жақтың басқарушысы ауысып кеткен. Басқарушысы Масалим Аль-Фараби деген жігіт. Мен ішкі операцияда жүрмеймін, мен тек қана сыртқы операцияда, сыртқы брендінде жұмыс жасаймын. Сондықтан бірақ негізгі осы, бір басты жаңалықтардың бірі осы шығар. Әлі ол қатты жарияланбаған. Және де топты қайтадан жаңарту керек. Өйткені бұл тегін дүние болғандықтан қазіргі жастар руханияттан бұрын ақшаны, қаржылықты да жоғары көретін кездер болады. Но енді ол да тұрса, қаржылықта керек, бірақ андасында театрда ойнап тұрғанда дұрыс. Сол үшін рухани қызығатын жаңа студенттерді қосуымыз мүмкін топқа. Бізде дайын сценарий де бар, оған анаға байланысты жазғанбыз, 8 мартта қоямыз дегенбіз. Оған тағы да болмай қалды, біздің неміз, жағдайымыз келмей қалды. Сондықтан ішкі өзгерістер, ішкі проблемалар, андай творчестволық тоқырау дейді, сондай нәрселер болып жатыр сол театрдың ішінде. Сондықтан алда уақытта мүмкін осы оқу жылы аяқталғанша болып қалуы мүмкін.
қойылымдар. Бірақ нақты айтатынымыз келесі сценарий ол ауылдан Алматыға дымды білмей келіп көптеген қиындықтарды басынан өткеріп, қызықты да басынан өткеріп, одан кейін қазіргі таңда студенттердің басында болған проблемалар, құмар ойындары, тағы да кюнет бар, оның барлығы былтыр өзімнің басымнан өткен, сондықтан сол дүниелерді осы қойылымға қойып көргенбіз, жазып көрдік, көңілімізден шықты. Біраз андай кәдімгі профессионалды сценаристерге апарып көрсеттік, театр актерларына көрсеткенбіз, ұнаған. Сондықтан осыны қою, ол қойылымның деңгейі өте бөлек болды, өйткені ауыр тақырып, өте ауыр. Ауылдағы ана мен баланың ортасына жүректің қағысы негізі соның тақырыбында жүреді. Сондықтан ол жерде қойылатын детальдардың барлығы қиын болғандықтан оған үлкен дайындықтар керек. Сұхбат үшін алғысым шексіз. Осылай жастардың дамуына өз үлесіңізді қосып жүре беріңіз. Шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, сізге де табыстар тілеймін. Алдағы подкасттарыңызға табыстар тілеймін. Осындай жобалар болса шақырып тұрыңыздар. Бізде енді қазір айтылған мәселе 10-нан 1 дейді ғой. Алдағы уақытта тағы да ашып айтармыз. Көп дүниелер күтіңіздер. Сіздерге де шығармашылық табыс, шығармашылық жеңістер тілеймін.